Помодоро әдісін 1990 жылдардың басында Франческо Черило ойлап тапқан болатын. Бұл әдіс ол университет студенті болып жүргенде өз жұмысын бақылауға қолданған қызанақ пішінді таймердің құрметіне помодоро аталған. Содан бері бұл әдіс әртүрлі өнімділік пен өзін-өзі жетілдіру орталарында үлкен танымалдыққа ие болды. Оның түйіні кез келген үлкен тапсырманы немесе тапсырмалар тізбегін помодоролар деп аталатын қысқа уақыт аралықтарына бөлуге болады. Әрқайсысының арасында үзілістер болады. Бұл біздің миымыздың зейіні шектеулі екендігін пайдаланады. Сонымен, оны қалай пайдалануға келетін болсақ, сізге қажет болатын жалғыз нәрсе таймер. Сіз бұрынғы әдісті немесе телефон және компьютер қосымшаларын пайдалануыңызға болады. Менің айфондағы сүйікті қосымшам 30-30 деп аталады. Интерфейсі ықшам әрі дәстүрлі помодоро әдісімен қатар өз ыңғайыңызға қарай баптау мүмкіндігі болғандықтан бұл менің сүйікті қосымшам. Бұл туралы біраз уақыттан кейін. Сонымен, біріншіден орындау қажет тапсырманы немесе тапсырмалар тізбегін анықтап алыңыз. Содан кейін таймерді 25 минутқа қойыңыз. Таймер сөнгенше тапсырманы орындаңыз. Таймерді жиі тексеруден аулақ болыңыз. Таймер сөнгеннен кейін 5 минутқа қысқа үзіліс жасаңыз. Осы уақытта орныңыздан тұрыңыз. Жұмыс орныңызда үзіліс жасамаңыз. Орнынан тұрып жүру, жүресінен отыру сияқты қимылдарды жасаған жөн. Сонымен қатар, осы үзілісті су толтырып алуға және дәретханаға баруға пайдалануыңызға болады. 4 помодоро циклынан кейін 20 минуттық ұзағырақ үзіліс жасаңыз. Алма-кезек қайталаңыз. Алаңдау. Помодоро циклдері кезінде алаңдататын нәрселерді барынша шектеңіз. Ең маңыздысы 25 минуттық терең зейін. Әлеуметтік желіні қайта-қайта қараудан аулақ болыңыз. Берілген тапсырмаға назар аударыңыз. Сондықтан телефоныңызды ұшақ режиміне немесе мазаламау режиміне қойыңыз. Бiraға байлаңыз. Өйткені смартфон қосымшасын қолдансаңыз, мазаламау режимі таймер бағдарламасындағы хабарландыруларға әсер етуі мүмкін. Егер біреуге аса қажет болып тұрсаңыз, Франческо Черило ұсынған түсіндіру, келісу, кері қоңырау шалу стратегиясын пайдаланыңыз. Яғни алаңдатқан тарапқа қолыңыз бос емес екендігін айтып, оларға қоңырау шала алатын уақытты белгілеп, помодороны аяқтағаннан кейін және оларға уақыт бөлуге дайын болған кезде қоңырау шалыңыз. Оны қай жерде қолдану керек? Франческо Черилоның өзі бұл әдісті университет қабырғасында ойлап тауып қолданғандықтан студенттерге де пайдалы болары сөзсіз. Мәселен, қажетсіз немесе қызықсыз пәнді оқуға ынталана алмаған кезде қолдануға болады. Осылайша сізге тек таймерді қосып, 25 минуттық бір ғана циклды бастау жеткілікті. Бұл сізге кішігірім тапсырманы орындау арқылы жұмыс ырғағына енуге мүмкіндік береді. Бір циклді аяқтап, серпін жинағандықтан сіздің шаруаларыңыз қорқынышты емес болып көрінеді. Сонымен бірге әрі қарай жалғастыру оңайға соғады. Бұған қоса, бұл оқулық тарауларын оқып, зерттеу жобалары үшін анықтамалық оқуды бастау үшін пайдалы. Есіңізде болсын, помодоро бұл сізге қызмет көрсететін өнімділік жүйесі. Сондықтан сізге қажет болмаса, әрқашан үзіліс жасауға міндетті емессіз. Қорытынды емтихан алдындағы күн сияқты күні бойы оқуға тура келетін күндерде үзіліс жасау өте маңызды. Себебі бұл сіздің энергияңызды сақтайды және жанып кетудің алдын алады. Алайда кейде сіз қарқын алғаннан кейін жай ғана алға басуды жалғастырған дұрыс. Жұмыс ырғағына кіріп алған соң таймерді тоқтатып, үзіліссіз жұмыс жасасаңыз да болады. Бұл зерттеу жұмысы, лекцияларға шолу немесе жазу жұмысы болуы мүмкін. Лекцияларға шолу жасағанда, оларды бір-бірден арасында сәл үзіліс жасап қарауыңызға болады. Бұл үзілістер кейбіреулер үшін уақытылы үзілістерге қарағанда табиғирақ көрінеді. Бірақ әдеттегідей, сізге не қолайлы екенін анықтаңыз. Зерттеу жұмысы туралы айтсақ, помодоро анықтамалық оқуға қолайлы болғанымен, зерттеудің жазу және талдау бөлігі ұзақ уақыт зейінді қажет ететіндіктен 25 минут сайын үзіліс жасамауға болады. Бұндай жағдайларда помодоро таймерін өзгертуге немесе жай ғана үзіліссіз ұзақ жұмыс жасауға болады. Өзгертулерге тоқталсақ, помодоро жай ғана өнімділікті арттыруға көмектесетін үлгі болғандықтан уақыт схемасын шынымен өзгертуге болады. Мысалы, кейбір жұмыстар үшін 25-5 үлгісі сай келсе, кейбіріне 50-10 жүйесі ыңғайлырақ. 50-10 жүйесі жақсы нәтижелер көрсетеді. 30-30 қосымшасы осыған байланысты икемділікке мүмкіндік береді және тамаша интерфейске ие.
өзіңізге ыңғайлысын таңдап қалағаныңызша өзгертуіңізге болады.